Hello everyone! Бүгін сіздермен зат есімдердің жекеше және көпше түрлерін және an артикльдерін қарастыратын боламыз. Сонымен кеттік. Plurals in English ағылшын тіліндегі көпше түрлер. Plurals көпше түр. An ол бізде ағылшын тілінде белгісіздік артикльдері болып саналады. Сонымен қазақ тілде білесіздер, бізде көптік жалғаулары бар. Біз кез келген зат есімді көпше түрге ауыстыру үшін лар, лер, дар, дер, тар, дер жалғауларын жалғай саламыз. Дәл сондай ереже ағылшын тілінде де бар. Демек, бізде plural form of nouns, яғни nouns зат есімдерді көпше түрге ауыстыру үшін әдетте біз s жалғауын жалғаймыз. Singular жекеше, plural көпше. Бізде зат есім сөздер берілген. Қараңыздар, мысалы, a student, оқушы, a student. Көпше түрге ауыстырғанда students, s жалғау жалғанып тұр. An apple, бір алма, apples, алмалар. Осы жердегі айырмашылықты қарайтын болсаңыздар, жекеше түрде тұрған student және apple деген сөздердің алдында a және an деген артикльдер тұр. Себебі a және an артиклі ағылшын тілінде біреу деген мағынаны білдіреді. Артиклі дауыссыз дыбыстан басталатын сөздің алдында, an артиклі дауысты дыбыстан басталатын жекеше түрдегі сөздің алдында қолданылады. Келесі бізде осы зат есімдер көпше түрге ауысқан кезде олардың алдындағы артикльдер түсіп қалды. Оның себебі бізде an артиклі көпше түрмен қолданылмайды. Көпше түрге ауыстырғанда students s жалғауын жалғадық, apples s жалғауын жалғадық. Бірақ егер бізде жекеше түрде тұрған зат есімдер ch, sh және sx әріптеріне аяқталса, онда біз оларды көпше түрге ауыстырғанда es жалғауын жалғаймыз. Мысалы, a bus, s деген әріпке аяқталып тұр. Демек, оған біз buses деп es қосамыз. Сонда ол көпше түрге ауысады. Box, a box, коробка, қорап, x әріпіне аяқталады. Сондықтан көпше түрде біз оған es қосуымыз керек. Boxes, қораптар. Келесі ереже, егер бізде жекеше түрде тұрған зат есім y әрпіне аяқталса, және y әрпінің алдында дауыссыз дыбыстар тұратын болса, онда y түсіп қалып, орнына es жалғау жалғанады. A baby, babies. A country, countries. Немесе бізде y әрпіне аяқталатын, бірақ алдында дауысты дыбыстар тұратын сөздерде кездеседі зат есімдер. Мысалы, a day, күн, a toy, ойыншық, y-ға аяқталады, алдында бірақ дауысты дыбыс тұр. Бұндай жағдайда біз жай ғана s жалғаймыз, y түсіп қалмайды. Жай ғана y-дан кейін s қосамыз. Days, күндер, toys, ойыншықтар. Келесі ереже бізде жекеше түрде тұрған зат есім f әрпіне немесе fi әрпіне аяқталатын болса, оны көпше түрге ауыстырған кезде f пен fi түсіп қалып, орнына s жалғау жалғанады. Мысалы, a shelf, сөре, shelves, сөрелер. A wife, әйел, әйелі, wives, әйелдері. Сонымен қатар ағылшын тілінде біз зат есімдерді көпше түрге ауыстырғанда бағанағы жоғарыда айтылған ережелерден бөлек, ережеге мүлде бағынбай, басқаша жолмен көпше түрге ауысатын irregular plural nouns бар. Яғни ережеге бағынбайтын зат есімдердің түрі. Олар жекеше түрдегі зат есімдер a man, ер адам, a woman, әйел адам, a child, бір бала, a foot, табан, a tooth, тіс, a fish, балық, a mouse, тышқан, a sheep, қой. Осы зат есімдер бізде ережеге бағынбайтын зат есімдерге жатады. Бұларды көпше түрге ауыстырғанда, олар мүлде басқаша сөздерге ауысып кетеді. Мысалы, a man, бір ер адам, men, ерлер. Woman, әйел, women, әйелдер. A child, бала, children, балалар. A foot, табан, feet, табандар. A tooth, тіс, teeth, тістер. A fish, балық, fish, балықтар.
Мына жерде қараңыздар, жазылу бірдей, оны біз қалай айырамыз? Тек қана артикль арқылы айыра аламыз. Егер fish деген сөздің алдында деген артикль тұрса, демек ол бір балық жайлы айтылып жатыр. Егер алдында артикль жоқ болса, демек көп балықтар жайлы айтылып жатыр деген сөз. Келесі, a mouse, тышқан, mice, тышқандар, a sheep, қой, sheep, қойлар. Бұл жерде де жаңағы балық жайында айтылған сияқты. Тұрса бір қой, жоқ болса, онда көп қойлар жайлы айтылып тұр деген сөз. Енді қараңыздар, an артиклі жайында бір ауыз сөз. Бізде артиклінен кейін консонант деп тұр, яғни дауыссыз дыбыстан басталатын зат есімдердің алдында артиклі қолданылады. Мысалы, a table, a box. Т дауыссыз, б дауыссыз дыбыс. Сондықтан алдында артиклі тұр, және екеуі де жекеше түрде тұр. Ары қарай an артиклінен кейін бізде vowel, дауысты дыбыстардан кейінгі сөздің алдында тұрады. Мысалы, an orange, an egg. Және о деген дыбыстар бізде дауысты дыбыстар, сондықтан алдында an артиклі тұр. Orange, egg жекеше түрде тұрған зат есім. Бірақ мына жерде назар аударатын нәрсе, біз әнді қолданамыз мынандай сөздерде. Қараңыз, мысалы, ауа деген сөзде бізде бірінші дыбыс H әріпі дыбысы тұр, бірақ ол дыбыс бізде silent, яғни дыбысталмайды. Яғни ауа дегенде ау деген дыбыстан басталып дыбысталып тұр, ал ау деген дыбыс бізде дауысты. Сондықтан да дауыссыз дыбыстан басталса да, айтылған кезде дауысты дыбыс бірінші естілетін болғандықтан, бұл сөздің алдына an артиклін қоямыз. Мысалы қараңыз, an ауа. Бұл жердегі H деген әріп дыбыссыз қалады. Ал мына жағдайда a hat, бұл жерде болады, өйткені дыбысы дыбысталып тұр. Бұл жерде H деген жаңағы әрпіміз дыбыссыз қалған жоқ. Толық х деп дыбысталып тұр. Сондықтан бұл дауыссыз болып саналады да a hat болады. Мына жерде ауа деген дыбысты айтпаймыз. Сондықтан an ауа болады. Ары қарай, артиклінен кейінгі U әрпіне де осындай ереже бар. Егер U деген әріп U деп дыбысталса, ол дауыссыз болады. Егер A деп дыбысталса, онда ол дауысты болады. Мысал қараңыз. Umbrella деген сөзде U әріпі A деп дыбысталады. Демек, ол дауысты болып саналады да, an umbrella деп айтылады. Ал мына сөздер тағы да сонда U деген әріп тұр, бірақ оны біз U деп дыбыстаймыз. University. University деген U деп дыбысталып тұрғандықтан, алдында деп айтылады, өйткені ол дауыссыздың рөлін атқарып тұр. Енді қараңыздар, мына жерде ережеге назар аударыңыздар. Біз және an артиклдерін көпше түрдегі сөздермен мүлде қолданбаймыз. Себебі олар тек қана жекеше түрдегі зат есімдердің алдында тұрып, біреу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, біз these are tables деп айтпаймыз, өйткені tables деген үстелдер, көпше түрдің алдында біз артиклі қолданбаймыз. Дұрысы these are tables болу керек. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, комментарийдегі тапсырманы орындап жекемізге жолдаңыз. Bye!